Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Айгерім. Каналыма қош келдіңіздер. Сүзбелі печеньенің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал кеттік, бастаймыз. Печеньенің қамырын дайындау үшін керекті заттар: ыдысқа еріп тұрған сары май, 2 жылтық, 1 жұмыртқа, сметана салып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша дейін. Одан кейін разрыхитель салып, және де ұнды бөліп салып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырды 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз, майы ерімей қатып тұру үшін. Печеньенің начинкасын дайындау үшін творог, қант, крахмал, 1 жұмыртқа барлығын салып араластырып, біркелкі масса болғанша дейін. Дайын болған начинканы кондитерлік мешокқа салып аламыз, ыңғайлы болу үшін жаққан кезде. Қамырды холодильниктен алдым, 2 бөлікке бөліп алдым, және 1 бөлігін осылай жұқа етіп жайдым. Стаканның көмегімен барлығын ойып алдым. Начинканы салып шығамыз. Тым көп салуға да, аз салуға да болмайды. Орташа мөлшерде салып шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсетемін. Қамырдың ішіне начинканы салғаннан кейін міндетті түрде мықтылап бекіту керек, жабыстыру керек. Яғни қаттырақ жабыстырсаңыздар, піскен кезде ашылып кетпейді. Печеньенің бетіне ештеңе жағылмайды. Осы күйінде 170-180 градуста сарғайғанша пісіреміз. Міне пісіп шыққан печеньелер. Енді бұны сахарный пудраға бірден салып аламыз. Өйткені бірден салмасаңыздар, осынан сахарный пудра жабыспай қалады. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Міне печеньеміз дайын болды, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.